Саламатсыздар ма, құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, ата-аналар, оқушылар. Бүгінгі 15 қараша күні Шымкент қаласына Pfizer вакцинасы жеткізілген соң, алғашқылардың бірі болып біздің 23 мектеп лицейіміздің оқушылары өз еріктерімен, ата-аналарының келісімімен вакцина салдыруды бастады. Біздің балаларымыз өте ақылды. Интернет желісі арқылы шетелдік құрбы-құрдастарының Pfizer вакцинасын салып, қалыпты өмірге көшуді бастағанына көздері жетіп, денсаулықтарын ойлап, вакцина салдыруды өз еріктеріменен басқа жолдастарына да кеңес беріп, үлгі ретінде салдыруды бастап кетті. Осы вакцина, балаларыңызға вакцина салу туралы пікіріңізді айтып жіберсеңіз. Жалпы бұл пандемия өзіңізге белгілі әлемде жүріп жатыр ғой. Қазіргі таңда осы бәріміз өзіміз вакцина алдық. Соған ойлаймын, соған сәйкес біз ауырмадық, мен өзім ауырған жоқпын. Қазіргі таңда барлық ақпараттық жүйе дамыған. Бұл вакцинаның жаңағыдай оң нәтиже көрсетіп жатқандығы барлығымызға белгілі. Соған сәйкес 12 жастан жоғары балаларға вакцина салады дегенді естіп, өзім баламды арнайы осы 23 мектепке алып, 23 мектептің оқушысы 6 класс. Әкеп өзім өз еркіммен салғызып жатырмын. Және де осы вакцина, яғни бұл барлық ұжымдық қауіпсіздік болып саналады. Егер де барлығын салғызған жағдайда, оны медицина дәлелдеп айтып отыр бізге. Соған сәйкес бұл қазіргі баламдaki вакцинаға біріншілердің, алғашқылардың бірі болып салғызып жатырмын. Я осы мектепте 6 класс оқушысы. Спортсмен болып. Я Нурлубаева Кармидаша Шимовна, мама Ергишбек Елигай. Она ученица 7 Д класса, учится в 23-й школе имени Зои Космодемьянской. Привела свою дочь на прививку. Прививка была Pfizer'ом. Прививка нами, родителями, полностью одобрена, осознанно. В общем, я за здоровье своего ребенка, это был первым нашим постулатом. В общем, условия проведения прививки мне очень понравилось. Как медработники осмотрели моего ребенка, сделали прививку. Подход к родителям мне понравился. В общем, это веление времени, нужна нам эта прививка, без нее нам никуда. Поэтому, дорогие родители, подумайте, чем раньше вы сделаете прививку, тем быстрее выработаются антитела, ну и, естественно, будет защита у ребенка быстрее. Майра Курманова Сабырқызы, осы 23 лицей мектебінің 7 Д классының ата-анасы боламын. Қызым жасы 12-де, бүгін вакцинаны алдық, өз еркімізбен келдік. Қызыма жақсылап түсіндірдім, вакцинаның маңыздылығын, ешқандай қорықпауды. Қазір вакцинамызды алдық. Өзімде вакцина алғанмын апрель айында, 2 майда алдым. Қазір осы күздің кезінде ешқандай грипп болған жоқпын. Сол себептен барлықтарыңыз қорықпай, осы ауруды аман есен бәріміз бірге жеңуге шақырамын. Жақсы, рахмет. Амандық болсын, бәрі жақсы болсын. В течение недели гриппом не болели? Температуры не было? Да, конечно. На голодный желудок утром кушали? Да, где-то. После вакцинации 3 дня купаться нельзя, мочить вместо инъекцию нельзя, хорошо? Холодные напитки, газовые, энергетические напитки нельзя 3 дня, хорошо? Если температура поднимется выше 38, парацетамол или ибупрофен одну таблетку, побольше жидкости, чай, просто воду или
чай с малиной, чай с лимоном, хорошо? Потеплее надо одеваться, 3 дня надо воздержаться от холода, хорошо? Астма, повышение температуры, это все нормально. Если будет гиперемировано, отеки будут, можете просто наложить сюда сухое тепло, хорошо? Пойдем сюда, пройдемся. Послушаем. Давай, костюм снимай. Да. 10, да. 12. Что поднимает? Да. Сейчас еще одна девушка. Еще одна ножка вина. 13 должна быть. Ну, получается, еще одна волна. Да. Когда стетоскоп листает, ты дышишь глубоко, хорошо? Там вот 10 же. Правильно, 10 вот этот вот. Обед? Дыши. Дыши. Бұл келе жоқ бұрадан кесіп, апайдың қыз келеді. Ақмажын. Қай класс? Көрсетесіз соның Pfizer ма? Pfizer это фирманың несі болған екен, ол аты өзгеріп келе береді. Өзіңіз жағында беріңіз бар ма? Шеште тұрған болады. Көтер. Көтеріне ма? Көтер. На жеріне ашылу керек. Көтер. Молодец. Ешкім шомылмаймыз. Хорошо? Кола, фанта, горила ішпейміз. Мынаны жайда кеп ұста. Мынаны ұста. Болды. Мынаны бойына ұста. Все болды. Я ученик школы лицея номер 23. Меня зовут Колдбаев Алмаз Елмекович. Я сам добровольно поставил вакцину, чтобы не болеть, чтобы ходить по кинотеатрам, на то мероприятия. Это не больно, не страшно, наоборот, даже лучше будет для здоровья, не будем болеть, все будет хорошо.